Баршаңызға сәлем. Бүгінгі каналда қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты жеңіл атлетика деп аталады. Кестеде массасы 60 кг жеңіл атлетшінің жүгіру кезіндегі көрсеткішінің орташа мәндері енгізілген. Қарап отырсақ кестеде алғашқы t тең 0 секунд болған кезінде жылдамдығымызда 0-ге тең болды. Және алғашқы 5 секунд аралығында оның жылдамдығы өзгерген болса, келесі 6 мен 8 секунд аралығында біздің жылдамдығымыз өзгермей қалған. Демекте ол бірқалыпты қозғалысқа сәйкес екендігін білдіреді. Ал енді бірінші сұрағымыз, спортшының максимал жылдамдығын анықта дейді. Кестеге қарап отырсаңыздар, ең үлкен жылдамдығымыз бізде 12,5 метр секундқа тең екен. Олай болса, ол бізде Б жауабы екен. Келесі, спортшының қозғалыс үдеуін тап дейді. Үдеуді табу үшін анықтамаға сәйкес формуланы жазамыз. Үдеудің ол V минус V нөлевой бөлінген Т. Бұл жерде бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең болғандықтан, кестеде де көрініп тұр, сондықтан да мен А тең В бөлінген Т формуласымен таба аламын. Бұл жерде 1 мен 5 секунд аралығындағы кез келген жылдамдықты алсам болады. Мысал дейік, 10-ды алатын болсам, 10 метр секундты бөледі екен. Дәл соған сәйкес астыңғы бөлікте бізде уақыт берілген 4 секундқа. 10-ды 4-ке бөлетін болсам, ол 2,5 метр секунд квадратқа тең болады. Және ол бізде С жауабы екен. Келесі сұрағымыз, старттан бастап 2 секунд уақыттағы спортшының жүгірген жол дейді. Яғни жүгірген жол табу үшін біз S-дің формуласын еске түсіреміз. Бастапқы жылдамдық 0-ге тең болса, ол А көбейтілген Т квадрат бөлінген 2 деген формулаға ие болады. Жоғарыда біз үдеуді таптық, және ол 2,5 метр секунд квадратқа тең еді. Және көбейтем 2-нің квадраты менде 4 секунд квадрат бөледі екенмін 2-ге. 2 мен 4 өзара қысқарады, секунд квадрат пен секунд квадрат қысқарады. Жоғарыда 2 қалады. 2,5-ді 2-ге өткен кезінде бізде 5 метрге тең болады. Дәл осы есепті тағы да екінші жолмен тауға болады. Яғни бізде қозғалысымыз бірқалыпты айнымалы болғандықтан да жылдамдықтың арифметикалық ортасын уақытқа көбейтсек болады екен. Сонда бұл жерде бастапқы жылдамдық 0-ге тең болғандықтан 0 қосылған бізде 2 секундта жылдамдығымыз 5 метр секундқа тең болып тұр. Көбейтеміз 2 секундқа және бөледі екенбіз 2-ге. 2 мен 2 қысқарып кетеді, секунд пен секунд қысқарған кезінде 5 метрге тең болады. Демекте үшінші есепті екі түрлі тәсілмен шығаруға болатындығын көрсеттім. Ол бізде сонымен А жауабы болып тұр. Енді төртіншісі, старттан бастап 3 секунд уақытта спортшының импульсінің өзгерісін тап дейді. Импульсінің өзгерісі дельта П тең П минус П нөлевойға тең болады. П нөлевой дегеніміз бұл бастапқы импульс. Бастапқы импульс міндетті түрде бұл жағдайда 0-ге тең болады. Олай болса, дельта П бізде П-ға тең болады. П дегеніміз 3 секундтағы дененің импульсы. Ол М көбейтілген В формуласымен анықталады. Массамыз бізде 60 кг, көбейтеміз В 3 секундта 7,5 метр секундқа тең екен. Көбейткен жағдайда бізде 450 кг көбейтілген метр секунд шығады екен. Және ол бізде Б жауабына сәйкес келеді. Соңғы тапсырмамыз, старттан бастап 8 секунд уақыттағы спортшының жүгірген жолын тап дейді. Жоғарыда айтып өткенде біздің жалпы спортшының қозғалысы 2 қозғалыстың жиынтығынан тұрады. Яғни 0 мен 5 секунд аралығында ол бірқалыпты үдемелі қозғалған, ал 6-дан 8 секунд аралығында ол бірқалыпты қозғалыпты. Осылайша біз мына формуланы қолдансақ болады. Яғни жүгірген жолды біз 2 жолдың жиынтығынан тұрады дейтін болсақ, S1 қосылған S2 деп алам. Бірінші жағдайда S1-ді табатын болсам, яғни ол 0 мен 5 секунд аралығында, бұл бізде ең қарапайым S1-дің формуласы А көбейтілген Т1 квадрат деп аласылайым, бөледі екенмін қаншаға 2-ге. Үдеуіміз бізде белгілі 2,5 метр секунд квадрат, және жоғарыда айтып өткенде 5 секунд аралығында деді қой. Олай болса 5-ді алам, 5-дің квадраты менде 25 секунд квадрат, бөледі екенмін 2-ге. Ал көбейтек 2,5-ті көбейтсек 25-ге және бөлсек 2-ге, ол бізде 31,25 шығады екен метр. Келесі
6 мен 8 секунд аралығын алатын болсақ, бұл кезде, менде жоғарыдағысы 0, S2 қарапайым формуласы V көбейтілген T формуласын аламыз. Осы жерде S2 дегеніміз жылдамдығымыз жоғарыда көрініп тұр. Ол 12,5 метр бөлінген секунд. 6 мен 8 секундтың аралығында ол 3 секунд болады екен. Секунд пен секунд қысқарады. 12,5-ті көбейтеміз 3-ке. Ол тең болады екен бізде 37,5 метр. Ал енді жоғарыда формулаға қойып қосамыз. 31,125 метрді 37,5 метрге қосқан жағдайда ол бізде 68,175 болады екен. 68,175 метр деген жауапты жоқтаған кезінде, яғни 70 метрге тең болып тұр. 69 деген жауап жоқ екен. Міне осымен бүгінгі контекст талқылауымыз аяқталды. Егерде видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.